festival. Okay, she keep calling every single night. And I don't mind pushing you to vibe. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен геймерджи сәл дауысын шығарып қойдым, естіліп жатыр ма? Жеке, біз бүгін көп видео шығармай кеттік, активті түсіп кетті, оның бір себептері бар, түсінеді деген ойдамын сіздерді. Сізде ондай болған болды деген болды деген ойдамын. Жеке айтарым, мен жағында ПК алатын болдым, көреміз енді құдай қаласа. Жеке, қазіргі кезде көп алмаз ойнатып жатыр ютуберлерді. Сен неге ойнатпайсың, бізді неғып қызықтырмайсың, бізге неғып сондай алмаз ойнатып бермейсің деп жатыр десеңіздер, оның себебі бар. Мынандай көп алмаз ойнатсаң ютуб бан беріп жатыр кәдімгідей. Спонсорлар сатып алып, спонсордық келіп алмазды алсаң, соларға бан беріп жатыр. Мысалы, нормальный алмаз, мысалы 2000 сондай алмаздарға болмайды екен. Бірақ мен өзім былай прокачка жасап видео сап бере аламын. Спонсор анау болады ондай бар, бірақ андай көп алмаз салуға болмайды екен деген. Оның да бір себептері бар. Еще менде аз подписчиктарға, в общем, серьезно айтамын. Жеге, мен жақында с общества или пиар или реклама анау деген сатып алған атақты ютуберлерден. Содан кейін арнам дамыса дамиды, актив жоғары болсын үнемі. Менің арнама сол алмаз үшін, анау үшін келгендер қазір сразу отписать етіп кетесіңіздер, серьезно айтамын. Маған ондай подписчиктер керек емес. Прокачка ондайлар болады жеке, бірақ алмазда ойнатам, бірақ кішілей көп алмаз емес. 1000 алмаз сондай ойнатам, аржақ бесақ бармайды. 1000 алмаз сондай ойнатам, 1000 алмаз ересінде. 2000 алмаз анамда бармайды. Прокачка болады, көп прокачка болады. Оларға ойындамаңыздар. Менің арнама, не үшін келгендер, алмаз үшін келгендер қазір шығып кетесіңіздер. Мен скиллымды маған қызығып неғылатыңыздар, мен атақты ютубер дамытамыз сізді, сені анау бірге дамимыз, бірге шығамыз, қазақтар дамыту үшін келді, қазақ ютуберін көру үшін келді келсеңіздер, онда қалыңыздар. Ол кезде достар, ол шын подписчиктарыма алмаз надан берем, прокачка жасап берем. 1000 алмаздық алмаз, 500 алмаз, 1500, 300 алмаз ондайлар болады. Ал көп алмаз үшін, 10.000 алмаз ойнатпайсың, 20.000 алмаз ойнатпайсың дейтіндер қазір отписаться етіп шығып кетесіңдер, сөз айтамын. Маған ондай подписчиктар керек емес. Мен өзімнің қалауым, өзім не аламын деген. Маған шын подписчиктар керексіңдер, шын подписчиктар қалыңдар, от души. Серьезно айтамын, шын подписчиктар қалыңдар, ал өтірік подписчиктар шығып кетесіңдер. Серьезно айтамын. Жеке, солай болды. Мен бұл видеоны не үшін айтып отыр десеңіздер, көбісі айтады не үшін алмаз ойнатпайсың, анау деп. Сондай нелерге айтып жатқаным, Кейгачбек ағаның өзі де сондай видеолар шығарып жатыр. 10-100 алмаз негізінде, бірақ по-любому көп алмаз ойнатуға болмайды. Мен оқ адам өткенде сондай ойнаймын. Жеке, шын подписчиктар қалыңдар, өтірік подписчиктар серьезно алмазға келгенде шығып кетесіңдер. Бірақ алмаз ойнатам мен шын подписчиктар маған ямаймын. Ал 100 000 алмазға келгендер мыналар шығып кетесіңдер, серьезно. Сіздермен болған мен геймерджи, сау саламат болыңыздар жеке.